Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге жүкті кезде ішуге болмайтын дәрілермен бөліспекшімін. Жүкті кезде қандай дәрілерді ішуге болмайды? Әсіресе жүктіліктің алғашқы 3 айында бейберекет дәрілерді қабылдай беруге болмайды. Өйткені алғашқы 3 айда сәбидің дене мүшелері дамитын болғандықтан өте қауіпті болып табылады. Яғни тек көрсеткішпен ғана дәрі-дәрмектерді, витаминдерді қабылдау қажет. Ең алдымен құрамында аспирины бар дәрілерді 12 аптаға дейін қабылдауға болмайды. Өйткені олар қанды сұйылтып, түсік болу қаупін жоғарылатады. Екінші, бірнеше антибиотиктер, атап айтқанда стрептомицин, тетрациклин деген антибиотиктер. Олар іштегі сәбидің есту жүйесіне әсер етіп, тіпті кереңдікке дейін алып келуі мүмкін. Үшінші, антидепрессанттар. Төртінші, витамин А. Бұл бала үшін эмбриотоксикалық әсер етеді. Бесінші, жансыздандыратын дәрілер. Ибупрофен, кетанов, кетанол сияқты дәрілер. Сондықтан да жүкті кезде кез келген дәріні, кез келген витаминді өз бетіңізше қабылдаудан аулақ болыңыз. Егер видеом пайдалы болған болса, достарыңызбен бөлісіп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз.